Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбеден жасалған пішіні банан секілді тәтті тоқаштарды жасап көрсететін боламын. Жасалу өте оңай әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тәтті тоқаштар шаймен керемет үйлеседі, өзіндік ерекше дәмі бар. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астында жазып қалдырдым. Қамырын жасаймыз. Ұнның үстінен разрыхетел, тұзды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстінен бөлме температурасында болған сары майымызды салып, қолымызбен араластыруымыз керек. Барлығын бір келіп етіп араластырып болғаннан соң, жұмыртқаның сарысын, қаймақты салып, тағы да қолымыздың көмегімен қамырымызды жалғастыра береміз. Біздің қамыр өте жұмсақ болып шығады. Барлығы бірікті, міне. Нәтижесінде осындай қамырымыз дайын. Енді тоңазытқышқа 10 минутқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбе, шекер, ертілген май, ұн, жұмыртқаның ағын блендердің көмегімен бір келкі болғанға дейін араластыруымыз керек болады. Тәтті тоқашымыздың салмасы дайын, міне осындай болады. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осылай теңдей етіп бөліп алдым. Барлығының салмағы 50 грамм болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты қалың болмайды, қатты жұқа болмайды, орташа жайып шығамыз. Арнайы кондитерлік қағазға салмамызды құйып алғанмын. Міне осылай видеодағыдай құйып аламыз. Дәл мен сияқты ораймыз. Саусақтарымыздың көмегімен бананның пішінін жасап шығамыз. Видеодағыдай жасайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Бананның пішіні өте оңай. Осылай саусақтардың көмегімен жасап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қайтадан қайталап көрсетіп жатырмын. Ешқандай қиындығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмі ерекше, ешқандай тәттілерге ұқсамайтын осы тәтті тоқаштарды жасап шаймен ішсеңіздер өте керемет үйлеседі. Тәтті тоқаштарымыздың жандарына какао ұнтағын осылай жағып шығамыз. Видеодағыдай. Дәл осы бананның пішінінен аумай, дәл банан сияқты болып көрініп тұр, міне. Какао ұнтағын осылай жағып шығамыз. Енді 180 градусқа 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің тәтті тоқаштарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.